1. Кіріспе. Қылмыс әлеміне алғашқы қадам. Альмира, қарапайым қыз, бірақ оның өмірі бір сәтте өзгеріп кетеді. Қаланың ескі көшелерінде жүргенде, жан-жағынан қылмыс әлемі өздігінен оған жақындай береді. Бұл әлемнің күрделі тұстары мен бұрмалауларын ол әзірше білмейді, бірақ бірдеңе оны осы әлемге тартатын сияқты. Әкесі жүрегінде жамандық жоқ болса да, ұзақ уақыт бойы қылмыстық дүниенің ыңғайында жүрді, бірақ ол оған ешқашан өзіне қатысы бар екенін сездірмеген. Альмира үшін бұл өмір тек сенім мен таңдау мәселесі болды. Қылыш, яғни желкен, қаланың ең беделді ракет көсемі, осы әлемнің бәрін басқарушы адам еді. Оның аты қаланың бүкіл қараңғы дүниесіне белгілі болатын, оның беделі мен қорқынышты репутациясы әркімді тік тұрғызатын. Ол әрдайым елдің алдыңғы қатарында, бірақ көлеңкеде қалатын адам. Қаладағы тұрақсыздық, қылмыс әлемінің дүрбелеңі, заңсыздықтар мен әлеуметтік шиеленістер бәрі оны қоршаған болатын. Бұнда әрбір бұзылған заң, әрбір күдікті әрекет оның өмірінің бөлшегі еді. Ал Альмира осы әлемде өмір сүрудің қалай болатынын әлі білмей, бір сәтте өзіне қандай таңдау жасауды шешкен жоқ. Қылмыс әлемі оған қызық әрі тартушы болды. Ол тек қана сыртынан бақылап жүріп, бұл дүниенің барлық жан дүниесін, бар болмысын түсінуге тырысатын. Бірақ бір сәтте бұл әлем оған таңғажайып әрі қатал шындықтарды көрсете бастады. 2. Альмираның қылышқа тартылуы. Альмира мен қылыштың алғаш кездесуі кездейсоқ еді. Қалашықтың қараңғы көшелерінің бірінде кездейсоқ жолығысып, қылыш оның ерекше сенімді көздеріне және жүрегіндегі тәуелсіздікке көз салды. Қылыштың әлемінде бәрі оның бұйрығымен жүреді, бірақ бірде ол Альмираның көздерінен неғұрлым терең, ерекше бір нәрсені байқады. Альмираның жан дүниесінде жасырынған күштілік пен батылдық оны қызықтырып, бір сәтте қылыш өзінде де жаңа біреуге деген қызығушылық сезімін оята бастады. Ол бұл қыздың өмірінде өзінің орнын таба алатындығына сенімді болды, бірақ оның ішкі күші мен өмірге деген көзқарасы қылышты жұмбақтап қойды. Қылыш Альмирға алғаш рет өзін таныстырып, оны өзінің жақын серіктерінің біріне айналдыру үшін түрлі тәсілдер қолдана бастады. Альмира алғашында оның қылмыстық дүниесіне тым жақындаудан қорықты, бірақ қылыштың өзі оған қауіпсіздік пен күштілік сезімін сыйлағандай болды. Бірнеше апта өткен соң, қылыштың ықпалы мен күшіне шыдай алмай, Альмира осы әлемге тереңірек еніп кетуге бел буды. Оны бұл жолға тартып алған тек бір ғана нәрсе болды. Қылыштың өзіне деген ерекше назар мен сенімі. Алғашында Альмира тек бақылаушы ретінде бірнеше қылмыстық операцияларға қатыса бастады. Бірақ оның қатысуы бастапқыда елеусіз болып көрінгенімен, қаладағы жағдайға үлкен әсер етті. Қылыштың әлемі өзінің барлық қатал жақтарымен, заңсыздығымен және қатал шешімдерімен Альмираның өмірінде маңызды рөл атқара бастады. Бұл әлемде бір қадамды қате бассаң, бәрі оңайдан қиынға айналып кетуі мүмкін, бірақ Альмира ол әлемде өзінің орны бар екенін сезіне бастады. Қылмыс әлемінің ауырлығы мен қатыгездігі бәріне бейімделу қаншалықты қиын екенін ұққан сайын, Альмира өзіне жаңа сұрақтар қойды. Ол қылыштың әлеміне кіргенде, бұл әлем оны өзіне тартып алады деп ойлаған жоқ еді. Бірақ осы бір қиын әрі таңғажайып әлемде оның жүрегі мен таңдауы не болатынын тек уақыт көрсетер еді. 3. Қарым-қатынастың даму кезеңі. Қылыш пен Альмира арасындағы қарым-қатынас тереңдей түсті. Қылыштың қатал және ауыр мінезі, оның бүкіл әлемнің қатал заңдары мен ережелері Альмира үшін күтпеген жерден бір түрлі тартымды болды. Қылыш сыртынан қатал, бірақ оның жүрегінде әлдеқайда жұмсақ, түсіністікке толы бір нәрсе бар екенін Альмира байқады. Ол өзінің серігіне ғана емес, оның әлемінің ерекшеліктеріне де ғашық болды. Оның ішінде көптеген қатал шешімдер мен жиі болатын күдікті операциялар болды. Бірақ Альмира қылыштың қол астында өзін қорғалған әрі маңызды сезінді. Қылыштың әлемі Альмираның ішкі күшін ашты. Оның бірден бір мақсаты, тек өзіне ғана емес, осы әлемдегі орны мен орнын табу болды. Ол қылышқа өз сенімін көрсетіп, оның тапсырмаларын орындауға бел байлады. Бірақ бұл жолдағы қадамдар тек оның өмірін ғана емес, сонымен бірге айналасындағы адамдардың тағдырын да өзгерте бастады. Бірнеше операцияның куәсі болған кезде, Альмира алдымен жай бақылаушы болса да, оған қатал шешімдер қабылдауға тура келді.
Операциялар бір шама күрделеніп, қылыш қарсыластарының саны артқан сайын, Альмираның өмірі мен таңдауларды күрделене түсті. Қалада жаңа бәсекелестер пайда бола бастады. Олар қылыштың әлеміне қатер төндіретін күшке айналды. Бұл жаңа қарым-қатынас Альмираға ең ауыр сынақ болды. Бір жағынан ол өзіне қылыштан үйренген дүниелерді ұстанғысы келді, ал екінші жағынан ол бұл әлемнің қаншалықты қатыгез екенін түсініп, оның салдары өз өміріне қалай әсер ететінін сезді. Бірақ осы жаңа шиеленістер мен қауіп-қатерлер арасында Альмираның өзіне деген сенімі артты. Ол осы қатал әлемде өз жолын табуға тырысып, бір сәтте қылыштың жанынан ешқайда кетпеуге шешім қабылдады. Осы қарым-қатынастың дамуымен бірге Альмира өзін түсінуге тырысты. Ол қылмыстың қаншалықты қатал әрі есепке алынбайтын әлем екенін сезінген сайын, оның жүрегі мен ішкі күресі де өсіп жатты. Қылыш оған өз жолында тұруға, өз күшін қолдануға мүмкіндік берген сайын, Альмира әлемнің қалай жұмыс істейтінін көбірек түсіне бастады. Бірақ оған осы таңдау мен іс-әрекеттердің бәрі қаншалықты дұрыс болатынын тек уақыт көрсетер еді. 4. Қыздың ішкі күресі және қылмыстық сәттер. Альмира қылыштың әлеміне толық енген сайын, оның ішкі әлемі мен сыртқы қақтығыстары бір-бірімен үнемі қарым-қатынаста бола бастады. Бір күні қылыш оған алғашқы қылмыстық тапсырмасын берді. Альмира кешкі уақытта қылыштың тапсырмасы бойынша бір адамды қорқытып, оның қарызын қайтаруға көмектесті. Бұл әрекет оның алғашқы нақты қадамдары еді. Қылыштың сөздеріне қарағанда, бұл әрекетке Альмираның тек бақылаушы емес, белсенді қатысушы болуы керек еді. Қарызды қайтару үшін ол әлде бір үкім шығаруға мәжбүр болды, бірақ бұл оның көңіл күйіне терең әсер етті. Бұл алғашқы қылмыс оның жүрегінде екі түрлі сезімді қалыптастырды. Бір жағынан, Альмира бұл әлемде қылыш үшін маңызды рөл атқаратынын сезінді, ал екінші жағынан, бұл әрекет оның бойында бір түрлі тітіркеніш пен кінә сезімін туғызды. Ол алғашқы рет өмір мен өлімнің арасында таңдауға мәжбүр болды. Ол тапқан қиын шешімдер тек өзінің ішкі күресін арттырып, оның жүрегіндегі сұрақтар да көбейе түсті. Бұл менің жолым ба? Деген сұрақ оның ойынан шықпай қойды. Қылыштың әлемі оған ғана емес, сонымен қатар оның айналасындағы адамдарға да өте қауіпті болды. Жақындары мен достары, тіпті кейбір бұрынғы серіктері, оны осындай қатал әлемге тартуға қарсы болғанымен, Альмира қылыштың сенімі мен оның көзқарасын бағалаған сайын өзінің жолын табуды жалғастырды. Қылмыс әлемі оның жүрегін ауыртқанымен оған өз орнын табуға мүмкіндік берді. Бірақ бұл таңдаудың қымбатқа түсетіні туралы Альмираның ойлары тереңдеп отырды. Қылмыс әлемінің қатыгездігі мен бұзықшылығы, оның ішкі күресі мен сыртқы жауларымен күресуі бір терте күшейе бастады. Қылыштың қылмыстық империясы күн сайын қауіпке ұшырауда еді. Ал Альмира осы әлемнің қатыгез заңдары мен жансыз қағидаларын ұстануға шешім қабылдады. Қылыштың әлемі үшін оның шешімдері, мінезі, жүрегіндегі бейнесі, бәрі бір мақсатқа, қылыштың жауларына қарсы күресуге бірігіп жатты. Қалада жаңа шиеленістер туындады. Қылыштың қарсыластары мен оның жаңа жаулары қалада билік үшін күресуді бастады. Осы жағдай Альмираға өзінің шынайы мақсаттары мен міндеттерін қайта бағалауға мүмкіндік берді. Ол бір кездері тек бақылаушы болса да, қазір өз тағдырын шешетін тұлғаға айналды. Енді оның шешімдері мен әрекеттері көпшілік үшін де маңызды бола бастады. Өмір мен өлімнің арасында тұрып, Альмира өз жолын табуға тырысып, жаңа сынақтарға дайын болды. 5. Қарым-қатынастың дағдарысқа ұшырауы. Қылмыс әлеміндегі шиеленістер арта түсті, ал Альмира мен қылыш арасындағы қарым-қатынас жаңа сынақтарға тап болды. Қалашықта жағдайлар күрт өзгеріп, қылыштың бұрынғы серіктері мен жаулары арасындағы арандатушылықтар мен қастандықтар көбейе бастады. Қылышқа қарсы жаңа бір топ пайда болды. Олар өз ықпалдарын арттыру үшін әртүрлі әдістер қолданды. Бұл жаңа қарсыластары қатты әрі өте қауіпті болды. Олардың әр қадамы қылыштың империясына төнген үлкен қауіпке айналды. Қылыштың жаулары оның күшін әлсірету үшін оған әртүрлі қысым көрсете бастады. Олар қылыштың әрекеттерін алдын ала болжауға тырысып, оның әрбір қадамын бақылап отырды. Бұл жағдай Альмира үшін үлкен сынаққа айналды. Қылыш оған бүкіл империясымен бірге қарсы тұруды ұсынды. Бірақ бұл жолда оның өмірі мен болашағына қауіп төнуі мүмкін еді.
Кылыштың әрекеттері өте қауіпті болып, оған өзінен басқа ешкімде сенім артпайтынын түсінді. Альмира қылыштың көмегімен бұл соғыстан аман шығуға тырысқанымен, ол үшін тағы да бір үлкен таңдау келді. Бір күні қылыш Альмираға шешуші қадам жасауды ұсынды. Қылыштың жаулары оны тұтқындау, немесе өлтіру үшін бәрін жасап жатқан еді. Альмира осы қауіпті жағдайға тап болды. Ол таңдауының ауырлығын түсінді. Қылыш үшін күресу және оны қорғау, немесе бұл әлемнен шығып, өз өмірін жаңа бастаумен өмір сүру. Бірақ бұл таңдау тек қана өзін емес, барлық айналасындағы адамдарды да қамтитын еді. Альмира қылышқа адал болуға шешім қабылдады. Ол үшін қылыштың өмірі мен тағдыры маңызды болды, және ол өзіне мәңгілік сенім білдіріп, осы әлемге бейімделуді қалады. Бірақ қашан оны қорғау үшін әрекетке кіріскен кезде, ол қатал қылмыстық әлемнің қапқанына түскенін сезді. Осы сәтте Альмира өз жанын сақтап қалу үшін барлық күш-жігерін салуға дайын еді. Бірақ сонымен бірге бұл шешім оның жүрегіне үлкен ауыртпалық салды. Қылыш пен Альмираның қарым-қатынасы дағдарысқа ұшыраған сәтте, ол қалада ғана емес, өз жүрегінде де күресіп жатты. Бұл шешімдер оның өзіне деген сенімін сынға алды. Қылмыстық әлемдегі істер тек қана жүректің тереңдігін көрсетпейтін, ол екінші ретте өмір мен өлімнің арасындағы таңдауларды көрсетуге мәжбүр болды. Ол қаншалықты қатал болса да, бұл әлемнен шықса да, оған қайта оралуға болмайтын еді. Қылыштың әлемі бірде жеңіс, бірде жеңіліс еді, ал Альмира өз тағдырын шеше отырып, осы жолда бірге жүретін адамды таңдады. Алт. Шиеленістің шыңы. Қыз бен қылыштың арасындағы қарым-қатынастың күрделенуі. Қалада үлкен қылмыстық соғыс басталып, қылыш өзінің қарсыластарына қарсы шешуші қадам жасауға дайын болды. Қалада қалыптасқан жаңа шиеленіс барлық қатысушыларды, соның ішінде Альмираны да өзімен бірге ала кетіп еді. Бұл соғыс тек қылыштың билігін ғана емес, Альмираның өмірін де түбегейлі өзгертетін еді. Қаладағы жаңа жаулармен күрескенде, қылыш өз стратегиясын жасап, қарсыластарын жою үшін соңғы күшін салды. Бірақ бұл соғысқа Альмира да араласуға мәжбүр болды. Өйткені ол өз тағдырын тек қылышпен байланыстырып қана қоймай, оның әлеміне терең еніп кеткен еді. Альмира үшін бұл қадамдар мен шешімдер тым ауыр болды. Оның жүрегі қылыштың жағында болды, бірақ соғыс пен қылмыстың қатыгездігінен кейін оның көзқарасы өзгерді. Ол неғұрлым қатал болса, солғұрлым қылышқа деген сезімі күшейді. Бірақ бір сәтте ол өз жүрегін тыңдап, қандай бағаға баруға дайын екенін түсінді. Ол қылыш үшін бәрін жасай ала ма, жоқ па, осы сәтте оның ең басты сұрағы болды. Бұл сұрақ оның ішкі күресін одан әрі тереңдете түсті. Альмира қылыштың өз әлемінде бұрыннан бері жүргізіп келген қылмыстық операцияларына қатыса бастады. Оның алғашқы операциялары оның жүрегіне ауыр салмақ салса да, ол бірте-бірте мұндай дүниенің қажеттілігі мен заңдарын түсінуге тырысты. Бірақ кез келген қадамның артында тәуекел мен қауіп болды, және Альмира осы әлемде ештеңе тегін болмайтынын түсінді. Ол қылыштың қорғаушысы ғана емес, оның іс-әрекеттерінің маңызды қатысушысы бола бастады. Бірақ оған әр қадам сайын жаңа сұрақтар мен таңдау қиындықтары төніп тұрды. Альмираның қылышқа деген сенімі мен құрметі арта түсті. Бірақ бұл күрделі қарым-қатынас оның жеке өмірі мен тұлғалық әлеміне де терең әсер етті. Осы бір қиын кезеңдерде Альмира өз жүрегін тыңдауға мәжбүр болды. Ол өзіне және қылышқа неғұрлым жақын болғысы келсе, соғұрлым қауіп-қатерлер көбейе түсті. Ал қылыш болса, оның оған деген сенімін бағалай отырып, оның алдында жаңа сынақтар қоюды жалғастырды. Альмира үшін осы сәттер, шешімдер мен әрекеттер ең ауыр кезеңдер болды. Ол қылыштың әлемінде, оның көлеңкесінде өмір сүріп, оның іс-әрекеттерін қолдап жүрді. Бірақ қылмыстық әлемнің қатыгездігі мен шиеленістердің артуы оның адамдық жағынан күресуге мәжбүр етті. Ол тек қылыштың серігі болып қана қоймай, өзінің жүрегі мен ішкі сезімдерін де анықтауға тырысты. Кез келген таңдаудың салдары үлкен болатын, бірақ Альмира үшін ең бастысы өзін және қылышты қорғау болатын. Таңдау мен өзгеріс. Альмира үшін шешуші сәт келді. Қаладағы қылмыстық соғыс пен саяси ойындар өршіп тұрған кезде, ол өзінің болашағы мен өмірін таңдау алдында тұрды. Қылыштың жаулары қалада үстемдік ету үшін соңғы күштерін салып жатты, ал қылыш олардың көзін құрту үшін барлық күш-жігерін жұмсауда еді.
Бұл соғыс оның өмірі мен империясының тағдырын шешетін кезең еді. Бірақ Альмира үшін ең үлкен күрес бұл соғыстың ортасында өз өмірін таңдау болды. Қылыш оған соңғы рет маңызды шешім қабылдауды ұсынды. Оның әлеміндегі адамдар мен қылмыстық заңдарға бейімделген қатал дүниеге көшу туралы шешім оңай болмады. Қылыштың өз әлемінде өмір сүрудің үлкен құны бар еді. Және бұл шешімді қабылдау Альмираға ауыр болды. Бір жағынан, ол қылышқа адал болғысы келді, бірақ екінші жағынан, ол өзінің адамдық құндылықтарын жоғалтқысы келмеді. Альмира қылышпен бірге қалада қалуды, немесе қылмыс әлемінен шығып, жаңа өмір бастау туралы таңдау жасау керек болды. Ол қылыштың әлеміне толықтай енуге дайын екенін түсінді, бірақ бұл әлемнің қатал шындығын түсініп, өзін қорғау үшін тек жүрек пен ерік жігер ғана емес, жанқиярлық қажет екенін білді. Альмира үшін ең үлкен сұрақ, ол өмірінде осындай қарым-қатынасқа баруға дайын ба? Қылыш оның өмірін сақтап қала ма, әлде оның ішкі құндылықтарын жоғалтуға мәжбүр болады ма? Осы кезде ол бір сәтке бәрін ой елегінен өткізді. Ол тек қылыштың әлеміне бейімделген қыз болғысы келді ме, әлде осы әлемнің қатал шындығын жеңіп шығып, өз болашағын құруды таңдайды ма? Қылыш оған өз әлемінде орын беріп, оның таңдауына құрмет көрсеткенімен, соңғы шешім барлық жүктемені Альмираның өзіне қалдырды. Қылыштың соңғы сөзі: егер сен осы әлемде қалсаң, мен сені қорғауға дайынмын. Бірақ егер сен кетуді шешсең, сенің жолыңды ешкім тоқтата алмайды. Тек сен ғана өз таңдауыңды жасай аласың. Альмира өз өмірін, өз болашағын таңдау үшін барлығын ой елегінен өткізіп, қылмыс әлемінен шығып, жаңа өмір бастауды шешті. Ол қылышқа: мен өз жолымды таңдадым. Бұл әлем мен үшін тым қатал, деп айтты. Ол өз шешімін қабылдаған кезде, бұл тек қана өзінің болашағы үшін ғана емес, ішкі жан дүниесінің де еркіндігін іздеу еді. Бұл шешім оның өмірін мәңгілікке өзгертіп, жаңа бастамалар мен жаңа мүмкіндіктерге жол ашты. Қылыш оның таңдауын құрметтеп, оның шешіміне араласпауға шешім қабылдады. Әңгіме аяқталғанда, Альмира жаңа өмір бастауға дайын болды. Ол қылыштың әлемінен шығып, жаңа жолға түсті. Бірақ ол қылышқа деген құрмет пен оның әлемнің қатал шындығын ұмытқан жоқ. Ол тек болашаққа деген сеніммен жаңа бастамаларға дайын еді. Әңгіме соңында Альмираның өз таңдауын жасауы, оның жаңа өмірге деген ұмтылысы мен ерік жігері көрсетілді. Ол тек сыртқы әлемде емес, ішкі дүниесінде де өз еркіндігін тапты. Бұл күрделі, бірақ маңызды қадам оның өмірінде жаңа парақ ашты. Әңгіме соңы. Альмира қылыштың соңғы сөздерін естігенде, оның жүрегі ауырлап кетті. Оның ішкі әлемі екіге бөлінді. Бір жағынан қылыштың әлемі, оның қорғауы мен қолдауы, екінші жағынан өз жеке болашағын құру, өзінің құндылықтарын сақтап қалу. Қылыш оған соңғы рет таңдау жасауға мүмкіндік бергенде, Альмира бүкіл өмірі мен болашағы туралы ойлана бастады. Қылыштың әлемі оған беймәлім әрі қатал болғанымен, Альмира онда өзінің орнын тапқандай сезінді. Бірақ ол бұл әлемде қалады деп шешкенде, оның жүрегінде бос кеңістік пайда болар еді. Өзінің ішкі дауысына құлақ асып, ол өз жолын таңдау керектігін түсінді. Кешкі қала көлеңкесінде, тыныштықта, қылышқа қарап, Альмира соңғы шешімін айтты. Мен кетемін, қылыш. Бұл әлем мен үшін тым қатал, мен өзімнің өмірімді басқа жолмен құруға тырысамын. Қылыш оның сөздерін ұзақ уақыт үнсіз тыңдады. Оның көздерінде қайғы мен түсіністік болды, бірақ бір сәтте ол өзінің қатал әлемінде Альмираның шешімін құрметтейтінін білді. Қылыштың көздерінде ешқандай ашу немесе өшпенділік жоқ еді. Ол тек терең тыныс алып, қыздың таңдаған жолын мойындап, оны құптады. Сен дұрыс шешім қабылдадың, деп жауап берді ол ақырын. Сен өз жолыңды тауып, бақытты болуға лайықсың. Альмира қылышқа соңғы рет қарады. Оның жүрегінде әртүрлі сезімдер, әртүрлі сұрақтар қалды. Бірақ ол бір нәрсені түсінді. Өз таңдауын жасаған кезде адамның ең маңызды қасиеті ішкі еркіндігі мен шындығы болады. Ол осы әлемнен кетіп, жаңа өмірге қадам басты. Өмір мен өлім, қылмыс пен бейбітшілік бәрі де өткінші еді. Альмираның таңдауымен аяқталған бұл кезең оның ішкі еркіндігіне жол ашты. Оның алдында жаңа өмір, жаңа мүмкіндіктер күтіп тұрды. Қылыштың әлемі артта қалды, бірақ Альмираның жүрегінде өз жолын табу үшін қажетті күш-қуат пен сенім болды. Қандай да бір болашақ оған беймәлім болса да, ол өмірін тек өз қолына алуға дайын болды. Әңгіме осылайша аяқталды,
Бірақ Альмираның өмірі мен таңдауына байланысты жаңа бөлімдер мен жаңа мүмкіндіктер ашылуға тиіс еді.